Республика бойынша жекеменшік балабақшаларды ваучерлік қаржыландыруға көшкенде бір қатар ұйымдар жабылуы ықтимал. Дегенмен осы ақпаратпен қоса әлеуметтік желіде ақысы күрт көтеріледі деген жалаң сөз де кәсіпкерлер арасында дау тудырды. Аталған дерек шындыққа сәйкес келмейді екен. Бұл туралы Шымкент қаласы әкімдігінің ресми өкілі мәлімдеме жасады. Сәрсен Абайұлы сөзін ата-аналар мен азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге және жалған мәлімет таратпауға шақырудан бастады. Айтуынша әлеуметтік желіде 1 наурыздан бастап жекеменшік балабақшалардағы төлемақы 40-80 мың теңгеге дейін өседі деген ақпарат тараған. Сондай-ақ әкімдік балабақшалар мен мемлекеттік тапсырыс аясындағы келісімшарттарды ұзартпай отыр деген мәліметте айтылған. Соның салдарынан мектепке дейінгі білім беру ұйымдары табыссыз қалып, жабылуы мүмкін екені жөнінде хабарламалар жарияланған. Әлеуметтік желіде WhatsApp'та ата-аналарға арналған мектепке дейінгі білімге қатысты хабарлама жүр екен. Қаржыландыру механизмі бекітілмеген, қаржы орталығы келісімшарт жасаспайды, әкімдік келісімдерге қол қоймай отыр, жекеменшік балабақшалар табыссыз қалуда деп мына жерде көрсетіп отыр. Бұл негізі жалған ақпарат. Бұл енді біздің қаламызда 645 балабақша бар. Ол балабақшаға 76 мың бала барады. 76 мың бала дейтін бұл 76 мың отбасының күнделікті тыныс тіршілігі, тағдыры, күндегі шаруасы. Мұндай ақпаратты, жалған ақпаратты таратуға болмайды. Мұна тарап жатқан ақпараттың барлығы жалған ақпарат. Бұл мынау қазіргі референдумның қарсаңында электоралдықты науқан кезінде сыртқы бір күштердің біздің қоғамымызды толқытып, осы ата-аналарға осындай қауіп төніп тұр деп адамдардың көңілін бұзу үшін жасалынып отырған әрекет екендігін айтқымыз келеді. Ата-ана үшін, балабақша үшін еш нәрсе өзгермейді, тек пилоттық жоба жетілдірілетін болады. Балалар қай балабақшаға барып жүр, сол балабақшаға бара беретін болады. Сонымен қатар, қала әкімінің орынбасарының айтуынша пилоттық жобаның енгізіліп жатқан өзгерістеріне байланысты келісімшарттар әзірге ұзартылмаған. Алайда жаңартылған бұйрыққа сәйкес 1 наурыздан бастап келісімшарттар қайта жасалатын болады. Сондай-ақ бұл бағытта ешқандай мәселе болмайтын, балабақшалардың жұмысы тұрақты түрде жалғасатынын жеткізді. Ақша баланың соңынан жүреді деген қағидатпен жұмыс істеп жатқан пилоттық режим өзінің тиімділігін көрсетті. Ал енді бірақ ол пилоттық жоба туралы оқу-ағарту министрлігі 2024-30 желтоқсандағы 372 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы бұйрығыменен бекіткен болатын. Осы бұйрыққа сәйкес бұл пилоттық жоба 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін болатын. Одан кейін оқу-ағарту министрлігі бұл жобаны, пилоттық жобаның бұйрықтың күшін 2026 жылғы 28 ақпанға дейін созды. Осыған сәйкес балабақшалармен 2 айға келісім шартқа білім басқармасы отырды. Қаңтар айының ақшасы төленіп берілді. Жақын арада ақпан айының ақшасы толығымен төленіп берілетін болады. Ал енді пилоттық жобаны оқу-ағарту министрлігі жетілдіріп жатқан себепті бұған қатысты жаңа бұйрық шығады. Бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Соған ол бұйрықтың жобасы бізге келісуге келді. Жақын арада толықтай күшіне енетін болады. Айгерім Абдуллақызы, Райымбек Әмзе, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.